Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін осындай фетрден мен сіздерге қарсы ілгектің шашағы қалай жасалатынын көрсеткім келеді. Сол үшін менің каналыма жазылып, тіркеліп, қолдау білдіріп қойыңыздар. Міне көріп тұрғаныңыздай оюдың форматын алып, светлый карандаш немесе гелевый ақ ручкамен сызып аласыз. Мен өзім солай обычно сызып алып, көріну үшін қиып алып жатырмын қарсы ілгектің фетрін. Осылай қиып алып, міне көріп тұрғаныңыз обычный қайшымен міне осындай ою шығады. Бұл оюдың ұзындығы 33 сантиметр, белдің барлығын алып тұрады. Міне осылай стразный ленталарды жабыстырып тігіп алдым. Стразыларды жабыстырып, тастарды да жабыстырып тігіп қойдым. Міне осылай шашақты тігу үшін міне көріп тұрғаныңыздай ара қашықтықтары 1 сантиметр, 2 сантиметр қылдырып қалдырасыз. Өзіңізге ұнайтын тастарды, моншақтарды тізбектейсіз де, соңына капелька тасты алып, ең соңында бір бисер қалдырасыз. Сол бір бисерді қалдырып, капелька тасқа қайтадан иінеңізді кіргізесіз де, міне көріп тұрғаныңыздай екі тін жібіңізді, кәдімгі идеал жіпті кейін қарай алып тігіп кетесіз. Бұл жерде сіздерге кесте тігу, стразыларды тігу өнерлерін көрсеткенім жоқ, өйткені басқа видеоларда көрсетілген барлығы. Тек мен сізге шашақты көрсетіп жатырмын, қалай жасау керек екенін. Міне осылай қайтып барасыз. Тізбектердің ішінен иінені өткізіп отырып, қайтадан шыққан кезіңізде сөгіліп шашылып кетпейтіндей болып нық тұрады жібіңіз. Міне қайтып келдіңізді, фетрдің астына 2-3 қайтара тігіп тастаңызды. Әрине жібіңізді бірінші осылай өткізіп дұрыстап аласыз, бірақ қатты қысып тастамаңыз, өйткені салпаншақ болып тұрған кезде әдемі болмай қалады. Кішкене бостау қыласыз және 1-2 қайтарып тігіп жібересіз де, қайтадан міне көріп тұрғаныңыздай 2-3 сантиметр арасына салып, өзіңіз қалаған моншақтарды тізбектеп, бір бисер қалдырып, қайтадан тізбектей бересіз. Осылай шашақтарды жайлап тігіп, қанша шашақ керек өзіңізге ұнаған түспен, ұнаған моншақтармен, осылай қарсы ілгегіңіздің астына шашақ істеп ала аласыз. Бұндағы басты требование екеуі симметричный болу керек, ара қашықтықтары бір болу керек. Өзіңіздің көз өлшеміңізбен әдемілеп тізбектеп аласыз моншақты. Міне көріп тұрғаныңыздай тізбектеп шығып жатырмын. Осындай әдемі жылтырлаған белдік шықты. Осындай шашақтардан тізбектеп шықтым. Басқа да видеоларымнан қарап, кесте тігу, моншақты кестелеп тігу, стразыларды қалай жабыстыру техникаларын көре аласыз. Мен каналымды қолдап, жазылып қойыңыздар. Рахмет көп-көп, сау болыңыздар. Пайдалы видео болды деп ойлаймын.